Рентген нурлары тикардан X нурлары деп аталады. Міне сол X нурды ойлап тапқан адам Вильгельм Рентген құрметіне бұл ойлап табылу айне рентген нурлары деп аталған. Нобель сыйлығының болашақ иесі Вильгельм Рентген 1845 жыл 27 мартта Германияның Леннеп қаласында дүнияға келген. Туылғаннан 3 жыл өткеннен кейін ол ата-анасымен Нидерландияның Апельдорн қаласына көшіп келеді, һәм оқуын осы жерде давам еттіреді. Бірақ бұл мектепте Рентген ұзақ қалмайды. Классластары оқытушылардан біреуінің карикатурасын сызады. Рентген болса кім сызғанын айтпаған үшін мектептен қуылады. 1865 жылда 20 жасlı Рентген физикаға қызығып қалады, һәм пәнді нөлден қарайсыз үйренуді баслайды. Бірақ ізбес әумәтсіздіктерден кейін біраз уақыт Утрехт университетіндегі лекцияларда тыңлаушы сипатында қатынасуды баслайды.